Кәусәр сезім, тояттамас көңіл, шалқыған шаттық, мұңға тұнған махаббат, бурканған шабыт, сабырға көнбес сағыныш сыйлаған ақын, Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев Нарынқол ауданының Қарасаз ауылында 1931 жылы ақпан айының 9 күні дүниеге келген. Ақынмын деп мен қалай айталамын, халқымның өз айтқанын қайталадым, көпі киген қазақтың қар өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деген қарапайымдылықтан әрі аспаған Ақиық ақынның биыл 90 жылдық мерейтойы. Тиын әженің жалғыз ұлы Сүлейменнен көрген алғашқы немересі болған ақынның балалық бал дәурені соғыс жылдарының ауырлық тауқыметімен тұспа-тұс келеді. Қиындыққа қарсы тұрып, еңбекке ерте араласып, 7 жылдық мектептің мұғалімінен бастап, талай жерде қызмет атқарған лирик ақын Лашын есімді жарымен 1949 жылы отау құрып, өмірге 6 бала әкеледі. Бірақ 2 үлкен қызы ерте қайтыс болып, кейіннен өмірге келген Жұлдыз, Алмагүл, Айбар және Шолпан есімді балалары өмірінің шырағы болған. Мұзбалақ ақынның алғашқы өлеңдері 17 жасында 1948 жылы Советская граница газетінде жарық көрген. Содан кейін ақынның туындылары түрлі газет пен журналдарда үздіксіз жарияланып тұрған екен. Оның ел арасына танылуына 1962 жылы Социалистік Қазақстан газеті басып шығарған «Аппассионата» поэмасы себеп болған. Ең алғашқы өлеңдер жинағы 33 жасында шыққан. Содан кейін Ильич, Армысыңдар, Достар, Қарлығашым, Келдің бе, Мавр, Дариға жүрек, Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің атты жыр жинақтарын көзінің тірісінде жариялап үлгерді. Мұқағали Мақатаев 1972 жылы шыққан Дариға жүрек туындысынан. Поэзия, мені негізбедің. Сен мені сезесің бе, неге іздедім? Алауыртқан таңдардан сен іздедім. Қарауытқан таулардан сен іздедім. Сен іздедім кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан. Сен бе дедім ақ нөсер ашылғанда, қызыл жасыл шұғылар шашылғанда, көк жүрек пен көкжиек қосылғанда. Махаббаттан іздедім сағыныштан, арманымнан іздедім алып ұшқан, сәттерімнен іздедім жаңылысқан, сен іздедім жадырау жабығыстан. Сен іздедім сезімге у шараптан да, минуттерден іздедім сағаттан да, сен іздедім, іздеймін тағат бар ма, сені маған егіз жаратқан. 1970 жылы шыққан Мавр кітабынан туады әлі нағыз ақын балмен у тамызады. Жесірдің айрылмас сырласы боп, жендеттің көзіне жас ағызады. Туады әлі нағыз ақын, жыр сөздері жай болып атылғанда аспаннан оқылғанда, мылқауларға тіл бітіп, керен естіп, жанар пайда болады соқырларға. 1974 жылы жарық көрген «Аққулар ұйықтағанда» шығармасынан 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы оталмен. 1968 жылы «Қарлығашым келдің бе» атты кітабынан ойлы жаз
өлең менің бар тынысым, жақсы сөзім жаны игі халқым үшін, атақ көп, бақ көп, даңқ көп, біреулерден жүргенім жоқ арту үшін, оңашада ойларын тыным еткен, іздейлердің мыңы кеп, мыңы кеткен, ақындар бар амалсыз бұғып өткен, ақындар бар ішінен тынып өткен, іздейлердің мыңы кеп, мыңы кеткен, бізді олардың балама бәріне де, ұлыға да санама іріге де, қалам тартқан қазақтың бәрі де ақын, абай бірақ қайтадан тірілеме. Ана, сен бақыттысың, шуламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан шуламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тот басып тоз басыма. 2 жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазсам сенің есіміңді. Ана, сен бақыттысың, тербете бер, құбат алдан иілген бесігімді. Аз ғана ғұмырын тек шығармашылыққа арнаған Мұқағали Мақатаев проза, драма, сын саласында да қалам тартып, жыр аудармасында еңбек сіңіріп үлгерді. Құлпытас, Марусяның тауы, өзгермепті, әже әңгімелері, қос қарлығаш, жыл құстары повестері мен қош махаббат пьесасы және бірнеше сыни еңбектері енген қаламгердің бұл туындылары 1988 жылы шыққан «Қош махаббат» атты кітабында жарияланды. Сонымен қатар бүгінгі күнде шын ақынның жүрегінен шыққан шынайы жырларына қазақтың маңдай алды тұлғасы Нұрғиса Тілендиевтен бастап тағы да бірнеше сазгерлер жазған әндер қазақтың кең даласында қалықтауда. Тұрған көктемде гүл тере барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспанда найзағай жаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда найзағай жаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жалғыз барғанда, арманда жаным арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Арманда жаным арманда, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, бозарып атқан ақтаңдай, бозарып қырау қатқанда, есіңе мені алғайсың. Бозарып атқан ақтаңда, бозарып қырау қатқанда,
есіңе мені алғансың. Ақынның шеберлігі өмірден өзінен өмірді көре білуінде. Бүкіл менің жазғаным бар жоғы бір ғана бүтін поэма. Адамның өмірі мен өлімі, қасіреті мен қуанышы туралы поэма деп философиялық ой толғаған хан тәңірінің мұзбалақ ақыны өмірінің соңғы жылдарында жырға толы жүрегімен арпалысып өткендей. Жоқ, дәрігер, орнатпа басқа жүрек, басқа лүпіл жасама, басқа леп, қалай айтам, бүлінген жүрегімді білдірмей доғдыр алып тастады деп. Өңгеріп, өгей жүрек қайда барам, өзгенің ғұмырын қалай пайдаланам, сыйыңа рахмет, қайран адам, өзімнің жүрегімдей қайда маған. Алмастырам, дедің-ау, алмастырам, сірә менің жұлдызым жанбас бұдан, өзімнің жүрегімді жерлеп келіп, өзгенің өмірін қайтып жалғастырам. Тула жүрек, өкінем мен несіне, туған жүрек әрине өлмесін бе? Жоқ, дәрігер, қозғама, дамылдасын әрбір жүрек өзінің кеудесінде. Деген ақын 1976 жылдың 26 наурызында сол ауруынан жеңіліп көз жұмды. Қара саз, қара шалғын өлеңді үстім, жыр жазсам, оған жұртым елеңдестің, өлсілер Мұқағали Мақатаев, өлтір алмас, алайда өлеңде ешкім. Деп ақынның өзі айтқандай, тіршілігінде өмірден өз еншісін ала алмаған ақынды атақ пен даңқ өлген соң өзі іздеп тапқаны ақиқат.